Сұрақ келіп түсті, сәлеметсіздер ме? Мен өзім осы уақытқа дейін шағын 3 дүкен ашып жауып үлгірдім дейді. Спикер жүйелі түрде есеп керек деді. Мен бәрін күнде есептедім. Сонда да жабылып қалды дүкендер дейді. Қалай болды сонда? Тек қана есептеу артық кемшілік кемдік етеді, тек қана есептей беру. Тек қана есеп, ол ештеңе алып келмейді ғой. Мысалы, сіз ақтағыңыз келеді, сізге диетолог айтады, мысалы, күнде таразыға тұрыңыз дейсіз. Күнде таразыға тұрып, сіз тек қана оны жазып отырасыз, сандарды, қанша салмағыңыз қандай екен. Бірақ та арықтау үшін ештеңе істемейсіз. Көрсеткіш өзгермейді ғой. Сіз сол қалпы қалдыңыз, Сондықтан да бизнес жағынан айтатын болсақ, финансовый отчет жүргізу өте маңызды, бірақ та әр көрсеткішті өсіре білу керек. Жаңағы жүйе деп айттық қой. Жүйеде 5 көрсеткіш болды. Лидогенерация, конверсия, орта чек, базамен жұмыс және де маржа. Сіз егерде финансовый отчет жүргізсеңіз, осы ақпараттың барлығын білесіз деген сөз. Ал енді осы көрсеткіштерді болмағанда 20%-ға үлкейту керек.